Қалайсыңдар қыздарым? Амина, Адина, қалай жағдайларың? Мен Бомбомын. Бүгін мен сендерге ертегі айтып беремін. Бір баяғыда бір Бексұлтан деген батыр болыпты. Иә, сендердің қастарында тұрған Бексұлтан ағаларың. Иә, дұрыс таптыңдар. Енді ол Бексұлтан жорыққа шығады. Жорыққа шығып, қолына үлкен қылышын алып, әртүрлі жануарларды, әртүрлі жаман нәрселерді жеңе бастайды. Ал енді оқиғаның жалғасын менің досым Кроко айтып береді. Сәлем қыздар! Оқиғаның жалғасы Бексұлтан әртүрлі мемлекеттерге, елдерге барып, үлкен батыр болады. Ол соншалықты батыр болғаны соншама. Олар барлығын жеңеді. Сөйтіп, Бека Бой деген атқа ие болады. Мінеки, Адина мен Амина, сендер де осындай күшті, жақсы, инабатты қыздар болу үшін сендер де адал, ержүрек болыңдар. Енді оқиғаның жалғасын менің досым Бим айтып береді. Йоу! Қалайсыңдар қыздар? Менің атым Бим. Мұнда біз әртүрлі тәтті тағамдар әзірлейтін боламыз. Бірақ бұл жолы Бексұлтан сияқты батырлар туралы хикаялар айтамыз. Ол үшін камераға жақын отырыңдар. Бум деп бастаймыз. Бізбен бірге өлең айтамыз. Мен Биммін, мен Биммін, Бим, менің атым Бим. Арғарай, менің досым Зың айтатын болады. Сәлем, Амина, Адина, менің атым Зың. Мен әртүрлі өлеңдер айтам. Деген өлеңдер айтамын. Сендер қандай өлеңдер білесіңдер? Енді келесі өлеңімізді менің атым Зың, менің атым Зың, Шымкенттің қыздары зың деген өлең білесіңдер ма? Білмесеңдер айтамыз. Шымкенттің қыздары зың. Айым әпке келді. Айым әпке. Бізбен бірге өлең айтамыз. Бексұлтан. Бека бой. Машинасы грузовой. Ал енді келесіде кездескенше сау болыңыздар.